Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армы қазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписаться және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Дауылды ескерту жарияланды. 5 наурызға арналған ауа райы болжамы. Еліміздің басым бөлігінде қар жауып, жел күшейеді. Қазгидромет синоптиктері 5 наурызға арналған ауа райы болжамын ұсынып, еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жариялады деп хабарлайды айқын.кз. Астанада қар жауып, жаяу бұрқасын болады. Оңтүстіктен соққан желдің жылдамдығы күндіз секундына 15-18 метрге дейін күшейеді. Ақмола облысының батысы менен оңтүстігінде қар жауады. Сонымен қатар облыстың батысында, оңтүстігінде, солтүстігінде және де шығысында жаяу бұрқасын болады. Оңтүстіктен соққан желдің батыстан солтүстік және де шығыс аймақтарына секундына 15-20 метрге дейін жетеді. Абай облысының солтүстігінде жаяу бұрқасын соғып, оңтүстігінде тұман түседі. Жел оңтүстіктен оңтүстік батысқа соғып, батыс, солтүстік және де орталық бөліктерінде секундына 15-20 метр жылдамдыққа дейін күшейеді. Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында қар жауады, жаяу бұрқасын соғады. Облыстың батысында, шығысында тұман түседі. Жел оңтүстік батыстан 15-20 метр жылдамдықпен соғады. Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде қар жауады. Түнде облысының батысында, солтүстігінде, шығысында, күндіз облысының батысында, солтүстігінде жаяу бұрқасын соғады. Желдің жылдамдығы 15-18 метр секундке дейін жетеді. Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында жаяу бұрқасын соғады. Түнде және де таңертең облысының шығысында, орталығында тұман түседі. Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде қар жауады, бұрқасын соғады, көктайғақ болады. Облыстың батысында, шығысында тұман түседі. Оңтүстік батыстан жел соғады, желдің жылдамдығы 15-20 метр секундке дейін жетеді. Ақтөбе облысының батысында қалың қар жауады. Түнде облыстың батысында, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде жаяу бұрқасын соғады. Күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде көктайғақ болады. Желдің жылдамдығы 15-20 метр секунд. Қызылорда облысының солтүстігінде, орталығында тұман түседі. Жолдарда көктайғақ болуы болжануда. Атырау облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде қар, жаяу бұрқасын, күндіз жауын-шашын, жаяу бұрқасын, көктайғақ. Желдің жылдамдығы 17-22 метр секундке дейін жетеді. Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде, орталығында тұман, көктайғақ болуы болжануда. Желдің жылдамдығы 15-20 метрге дейін жетеді. Жамбыл облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман түседі. Желдің жылдамдығы 20-28 метр секундке дейін жетеді. Түркістан облысының оңтүстігінде, батысында, таулы аудандарында тұман түседі. Желдің жылдамдығы 15-20 метр секунд. Шымкентте түнде және де таңертең тұман түсуі күтілуде. Сараптама зерттеу мақала күнделікті өзекті ақпараттар тек біздің арнамызда. Арнамызға жазылып, лайк түймесін басыңыз. Сау саламатта болыңыз.